Қайырлы кеш, қадірлі әлеумет, әдебиет әлемінде өздеріңізбен бірге мен Салтанат Әбдіғали. Хабарландыруда айтып өткендей, бүгін біз сіздермен қазақтың ақын қыздарының поэзия әлеміне саяхат жасаймыз. Ендеше бүгінгі хабарды Ақсұңқар ақын бабаның өлеңімен ашып алайық. Мәрттігінен жаңылған мына қоғам, қай қоғам, құлан жеріп қағынан тұман толы айналам. Тектілікке сусатқан мына заман қай заман, арындысын жусатқан, дарындысын байлаған. Бүршік жарған бал жүрек үсік ұрса солады, жазған құлға жан керек жазбауға да болады. Сахарамды ән бөлеп, шырқырайды құлының, қолы таза барма бек, жолы таза ұлығың. Атан мінез тұлпарыз, ал талашқа ғашық ем. Торға түссе сұңқарғыз, құтқармайды асыл ел. Жас жүрегім қатайды, өскін едім өрелі. Кетсем қашқын атайды, келсем босқын көреді. Баптай алсаң бағың ем, бағаласаң барың ем. Жастық шағым өттің бе, осы өмір сонымен. Тәуелсіздіктің алғашқы 30 жылында қазақ қоғамында адам түсініп болмайтын үрдіс болды. Адамдық құндылықтар ұмытылып, материалдық құндылықтар алға озды. Бұл барлық ақындардың жүрегінің аузындағы жар еді. Төрге білімділер емес, бай бағландар озды. Арындылар жусап, дарындылар қаусап жатты. Ақын осы құбылыстарға наразы болды. Жастық шағым ақынның бұл өлеңінде осы жастық шағым осы былықтың арасында өте шықты ма деп күйінгенін, жан айқайын аңғаруға болады. Толқын қабылша, өмір сенің әр сәтіңе сүйенем. Іңкәрлікке толы мына кеудені жабырқатпас енді келіп бөтенін. Ең бақытты әйелменмін жердегі, анау ғарыш менің самғар мекенім. Енді мені жылата алмас ешкімде, күмбір толы көңілімнің күйерен, бар қадірін ұғындырған кеш мүлде, өмір сенің әр сәтіңе сүйенем. Сүйемін мен, мұқат алмас өзге ешкім, жігерімді өмір сенсің жаныған. Қанша арманмен қапияда кездестім, келбетімнен кісілікті таныған. Көз жасымен келген кім бар мәреге, жеңіс менің өмірімнің әр күні, жұбатуға асықпасын және дел, жасып қалсам, ол да жазмыш жарлығы. Өлең болмыс, өзгешелеу жаным нұр, бақыттының нақ өзіндей қалыбым, самғап жүрмін, сан қиынды ұмытып, бойымдағы қандай қуат тәңірім, деп жырлайды толқын ақын. Әйел жаны іңкәрлікке толы, кейде оны жабырқататын, жылататын жандар кездесіп жатады, өкінішке орай. Десе де, қайсар ақынды ешкімде жылата алмайды. Өйткені ол өмірдің әр сәтіне сүйенеді. Өздеріңіз білесіздер, өмірден сабақ алған жан кез келген қиындыққа төтеп беріп, дауылға да, жауынға да қасқайып қарсы тұра алады. Осылай ақын жігерін өмір қамшылаған, өмір жаныған ақын өз бақытын іздеп тапты. Бойымдағы қандай қуат тәңірім деп, осы ізгілік нұрын, ізгілікке талпынысты жырлап отыр екен. Бақыт дегеніміз жанымызға жақын жандар, ізгі жандармен өмір жарқын, расында да. Бақыт дегеніміз шексіз мейірімнен жаратқан Аллаға шүкірлік ету, өмірге құштар болу. Динара Мәлік, көгершін-ау, бүлкіл деген тамағы, мынау тағдыр қайда ұзап барады. Жеміз деген тіршілікпін менде бір, болмайды ма жүректердің қалауы. Есеюге өлең бекен асыққан, есеюге өмір бекен жасытқан, сөмкемдегі түйір дәнім таусылып, мен өзіңді бақылаймын алыстан.
түймедейін көздеріңе түйреліп, түрлі өмір жатқан шығар иленіп, бейбіт әлем нұрын төге салса ғой, жердің үсті бір ғажайып күйгеніп. Күн сәулесін көпсініп те аласың, қанатыңды әлсін-әлсін қағасың. Секем алып селт еттің ғой, сеземін, сен де бәлкім бір сәбиге анасың. Өзім дейде қос көгершін қонақтап, отырады ошағымда алақтап. Жел тигізбей жүздеріне жүрсем ғой, тонар болсаң, дүние мені тонаппақ. Аңсағаны болар бір күн қолдыңда. Шөлім қанып, жүре бермес бұл мұңға. Жылап жүрмей, жырлап өтсем деп едім, құлап кетпей тұрған кезде құрдымға. Тидімдей тіршіліктің түрлі түйткілдері ақын жүрегіне жүк артады. Қым-қуыт заман, жоқшылық, қымбатшылық кімге де болса оңай соғып тұрған жоқ. Қос көгершіні үйде жәутеңдеп, анашымыз қашан азға келеді деп күтіп отыр. Солардың жүзіне жел тигізбесем деп армандайды ана. Сол үшін де дүние мені қанша тонасаң да тонаппақ деп өзін өзі отқа тастайды. Бұл барлық ана біткеннің басында бар қасиет деп ойлаймын. Және ана жарқын келешекке сенеді, ертеңінен жақсылықтан үміт үзбейді. Жазған құлдың да жаратқан ем тілегін қабыл алар деп сенеді, иә? Және де құрдымға құлап кетпей тұрғанда осы өмірдің қуанышы мен жұбанышын жырлап өтсем деп армандайды. Бұл өлеңде қоғам жарасы, қоғам қоқысы ана жүрегіне салмағын салып тұрғанын сезінеміз. Ақын Жадыра Байбұланова: мен оған жазғым келеді, кеудемнен сыртқа тепкенді, сезімді, бәлкім кектерді, махаббаттан да жоғары патшалық құрып кеткенді, сағынып жүрмін деп әлі. Мен оған жазғым келеді, таң ата, кейде кеш мүлде, қарайған әрбір кескінге, елеңдеп сен боп елестеп, елжірегенмен ешкімде өзіңдей мөлдір емес деп. Мен оған жазғым келеді, әлемде мына күнде шу, бек мүмкін емес тілдесу, естілер елін мекендеп, ессіздеу болып күн кешу, қиыннан қиын екен деп. Мен оған жазғым келеді, болса да сырым сондайғы, жаныма тұнған сор қайғы, жазғым келеді азабын, келеді, бірақ болмайды, сондықтан өлең жазамын. Кімнің де кеудесінде бұлқынған бұла сезімді әлдекімге ақтарғысы келетіні бар. Егер ол сезім махаббат атты мөлдір сезіммен ұштасса тіптен бөлек. Сен ол жанға өзіңді сағынатыныңды, ол жанды, оның өзгеден бөлек екенін, жүрек сырыңды тауса алмайсың айтып. Десе де қыз жаны 40 қат барылы келеді, ұяңдығы басым, сезімдерін ашып айта алмайды, сондықтан сырларын өлеңге жайып салады, жырларымен сырласады. Бұл барлық қыздардың басында бар сезім деп ойлаймын. Айжан Тәбәрәк қызы: көңіл сағым сынып сөздерден кейде жалғыз мұңайған, сәттерімде кеудемде бір белгісіз жылайдан, пенделерге пейілсіз бекер сенген екенмін, бар болуда Құдайдан, жоқ болуда Құдайдан. Барлығының кигені бір жасанды бетперде, ұмытады Құдайын дегеніне жеткенге, мен жазықты сияқты өз-өзімнен қысылдым, көз алдымда адамдар сонша кірлеп кеткенге. Құрбан қылған уақыттың өтеуіне сондағы, қайда бастап барады тағдырдың бұл жолдары, арсыздықты амалсыз көре-көре бір күні, жүрегімнің ет өліп кетпесе тек болғаны. Кейде көздің жасынан білесіз ғой, ой ауыр, қалып қойды көңілде өткен күннен қаяу бір, менің мынау адасқақ маңдайыма дәл сіздей жан болған алданыш, сенесіз бе аягүл? Мен сәбидей көретін қайда әппақ дүние, шыныменен бұл өмір жалғыздықтың бейіме,
Жалыққанда шығармын, жерігенде шығармын. Бүгін сондай шаршадым, қайтайыншы үйіме. Адамның кейде сәл нәрседен сағысынып мұңаятын кездері болады. Оған көбінесе пенделердің опасыздығы, сатқындығы себеп болады. Осындай сәттерде ақын жырларынан жұбаныш іздейді. Бетперде кигендерден жерінет, түңілет, қиялындағы аппақ әлемге кезіксем деп армандайды. Өкінішке орай, бұл барлығымыздың қиялымыздағы әлем. Арсыз адамдармен арпалысып жүріп, етім өліп кетпесе екен деп ақынның шошуы шындықтан шалғай жатқан жоқ. Терең өлең. Қымбатты оқырман, бүгінгі хабарды Таңсәуле Әкен қызының өлеңімен түйіндейміз. Жаратқан бақыт сыйлаған, шүкірлік етем, шүкірлік. Сарқылмас шабыт қимаған, ойлата көрме күпірлік. Жаныма азық қар өлең, тайпалтып жолға саламын. Дарабу жүйрік даремен, еншімді бірақ аламын. Қарама менің көзіме, тұрса да жасқа малынып. Сенесің әйтеу сөзіме, аласың еске сағынып. Өкпешіл өктем емеспін, жақсыға жаттық етпеймін. Ақымақ ақын егеспен, тасқа да гүл боп көктеймін. Сөндіре көрме жаратқан, жаны бар оттың оттығын, жанынан жылу таратқан, қар өлең менің шоқтығым. Қар өлеңнің құдіреті ғажап қой шіркін, не бір тылсым ойларға жетелейді. Кейде ойлайсың, бақыт дегеніміздің өзі адамды ақын етіп жаратуы секілді. Жаратуы сияқты. Көбінесе қар өлеңді жанына серік еткен ақындар өмірдің басқа қысықтарынан бас кешеді. Ал поэзия әлеміне құштар жандар, әуес жандар жан жылуын қар өлеңнен іздейді. Сөз құдіреті дегеніміздің өзі осы. Достар, назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Қазақтың ақын қыздарының жырларын оқи жүріңіздер. Жан жылуларыңыз сарқылмасын, шырақтарыңыз сөнбесін. Жарқырай беріңіздер. Келесі тікелей эфирде жақсылықпен жүздескенше.